Сәлем, қалайсың? Мен Әлімжан Асқаров. Меніңше елді басқаратын адамдар сиырды мысал етуді қатты жақсы көретін сияқты. Ресей президенті Владимир Путин Украина президенті Владимир Зеленскиймен кездесу ұйымдастыру туралы Назарбаевтың бастамасына қатысты пікір білдіргенде ойын мақалмен жеткізді. Теңіздің ар жағында сиыр арзан болғанымен, оны жеткізу қымбат дейді Путин. Дұрыс айтады, Зеленский Америкадан арзан сиыр сатып алғанша көршісімен жағдайын жақсарсын. Сосын қымбатқа түссе де, екі сиыр алып, украиндар өздерін өзі асырасын. Инициативы Нурсултана Назарбаева. Он всегда исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. За морем и телушка-полушка, но дорог перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Так вот, не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться. Нұрсұлтан Назарбаев тек Ресей мен Украинаны ғана татуластырып қоймай, әлемдегі барлық шиеленістерді шешіп тастамақ ниетті. Елбасы елордада өткен Астана Клаб отырысында қос Кореяны біріктірудің жөнін айтты. Яғни Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңесті Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяны татуластыруға болатын орын ретінде көрсетті. Кәріс түбегіндегі дау-жанжалды шешудің бір жолын ғана көріп отырмын. Ол Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы қауіпсіздік кеңесінің Солтүстік Кореяға қауіпсіздік шаралары жасап ұсынуы. Сонда Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламаға қол қойдырып, қарудан бас тартуға көндіруге болады. Мұндай мәселелерді Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі кеңесте талқылауды ұсынамын. Беларусь президенті Александр Лукашенко сиырға ескерткіш орнатқысы келеді. Шын айтам, сиырға. Соғыс ерлігін паш ететін ескерткіш орнату қажет деп тапсақ, мен оны картоп пен сиырға арнап жасатқызар едім. Картоп екінші нан, ал сиырды халқымыз орманға апарып, оны сауып, сүтін ішіп, етін жеп аман қалған. Нұрсұлтан Назарбаев Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорындағы барлық қаражат халыққа тиесілі екендігін айтты. Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Сондықтан біз басқару кеңесі мен директорлар кеңесі ретінде тұрғындар мен бизнес өкілдері тарапынан қор қызметіне деген сенімді арттыру үшін жүйелі жұмыстар жүргізуіміз қажет. Азаматтар мұның бәрі Қазақстанға және біздің халқымызға тиесілі екенін ұмытпасын. Біз, яғни халық, ақша бізге тиесілі екенін ешқашан ұмытпаймыз. Бастысы биліктегілер естен шығарып жатпаса болғаны. Елбасымыз өткен аптада өте белсенді қызмет атқарды. Даулы елдерді татуластыруға тырысты. Самұрық қазынаның жиналысын өткізді. Баяғы дәуренді еске алды. Ал Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қарап отырмай өз қызметтерін барынша ықыласпен орындап шықты. Қазақстан президенті Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбековті туған күнімен құттықтап, бауырлас Қырғызстан халқының игілігі жолындағы аса жауапты қызметіне табыс тіледі. Тоқаев Қытай компаниясына қазақстандық жұмысшылардың жалақысын көтеруге тапсырма берді. Қасым-Жомарт Тоқаев қытайлық CNPC корпорациясы директорлар кеңесінің төрағасы Ван Илинді қабылдады. CNPC компаниясы мұнай өндіру, өңдеу, көмірсутегін тасымалдау салаларында еңбек етеді. Сіздің корпорация жүзеге асырып жатқан жобалар Қазақстан экономикасында аса маңызды рөл атқарады. Президент CNPC басшылығының алдында қазақстандық жұмысшылардың жалақысын көтеруге, олардың айлығын шетелдік жұмысшыларға төленетін еңбекақы деңгейімен теңестіруге, сондай-ақ тауар сатып алу және қызмет көрсету ісінде қазақстандық өнімнің үлесін арттыруға байланысты бірқатар міндет қойды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік басшысы Қазақстанда айтарлықтай жемқорлық жоқ деді. Бастап айтайыншы осы жаңалықты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің басшысы Қазақстанда айтарлықтай жемқорлық жоқ деп айтты. Алик Шпекбаев бұл кісінің есімі, оның ойынша негізінен елімізде ұсақ шенеуніктер арасында жемқорлық жиірек кездеседі дейді. Олар шамамен 83 мың теңге мөлшерінде пара алатын көрінеді. Кейбіреулер неге резонанс тудыратын тұтқындаулар болып жатқан жоқ деп сұрайды. Білесіз бе, бәрі өзгеріп жатыр. Соңғы жылдары біз 2 экс-премьер-министрді, 17 орынбасар мен әкімдерді жауапқа тарттық. Елде ауыз ашып айтатын жемқорлық жоқ. Сотталғандардың 75% ұсақ шенеуніктер. Олардың орташа пара мөлшері 83 мың, ал басшыларда орташа есеппен 820 мың теңге мөлшерінде. Негізі Шпекбаев дұрыс айтады. Бізде ірі көлемде жемқорлық жоқ. Осыған байланысты тіпті халықта мақалда бар. Бұл мақалда сиыр жайлы ешқандай әңгіме жоқ, бірақ ірі жегендер мінберде жүр, аз жегендер түрмеде жүр деп бекер айтып жүрген жоқ. Сондықтан бізде ірі ешқандай жемқорлық орын алған жоқ елімізде.
Жамбыл облысында аурухананың бас директоры 800 мың теңге пара алғаны үшін сотталды. Жамбыл облысы денсаулық сақтау басқармасының Меркі ауданының орталық аудандық бас ауруханасының бас директоры Құрманәлі деген фамилиясы бар кісі 2 миллион 800 мың теңгеге балалардың құрғақ тамағын жеткізу бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындаған жұмыстар актілеріне қол қойғаны үшін 800 мың теңге сомасында пара алды деген күдікке ілінді. Ауыл шаруашылығы мамандығын бітіргендер 3 жыл ауылда жұмыс істеуге міндеттеледі. Ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының басқарма төрағасы Төлеутай Рақымбеков аграрлық саланың кейбір актілеріне өзгерістер енгізілгенін хабарлады. Төлеутай Рақымбеков деген бір таныс фамилия, бір жерде естіген сияқтымын. Олар меншік нысанасына қарамастан ауылдық жерде орналасқан аграрлық мекемелерде кемінде 3 жыл жұмыс істеуі тиіс. Ақтауда жаңа жылдық шыршаларды орнатуға және безендіруге бюджеттен 37 миллион теңге бөлінді дейді қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы Қайрат Ақыбаев. Неге былтырғы ойыншықтарды қолдана беруге болмайды? Жаңа жыл жылда болады ғой, бекерден бекерге жаңа жыл деп аталмаған. Былтыр ойыншықтарды осынша сомаға бәрібір сатып алып, соларды неге қолдана бермеске? Ескіріп қалмайды, қоймада дұрыс сақтасақ. Бұл сомаға бәрі кіреді. Атап айтқанда шыршаны сатып алу, оны безендіру, ілетін ойыншықтары бар. Былтырдан қалғандарын да қолданамыз. Өткен жылы бюджеттен тыс 7 миллион теңгеге гирляндылар сатып алғанбыз. Бұл жабдықтың 70%-дан астамы сақталған, яғни олар да пайдаға асады, дейді Ақыбаев. Сонда 37 миллион теңгеге оған қоса былтырғы ойыншықтар бар, масқара шырша ойын деп тұр ау деймін осы Ақтауда. Су ішіп келейінші. Конституцияның 25 жылдығына арналған концертке жарты миллиард теңге жұмсалады. Үкімет 2019 жылғы 25 қазанда Қазақстан Республикасының Конституциясының және Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25 жылдығын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі іс-шаралардың ұлттық жоспарын бекіту туралы қаулы қабылдады. Сонымен қатар жоспарда Қазақстан Республикасының Конституциясының 25 жылдығына арналған төс белгілерді және пошта маркаларын, Қазпошта есебінен жасалады дейді пошта маркалары, естелік монеталар шығару, конкурстар ұйымдастыру, мақалалар жариялау және тағы басқа қызықты кеш шаралар қарастырылған дейді. 8 жасар қызы зорлап, өртеп жіберген қылмыскер өмір бойына түрмеге қамалды. Жамбыл облысының мамандандырылған ауданаралық соты 8 жасар қызы зорлап, өртеп жіберген қылмыскерге қатысты үкім шығарды. Күдікті Қаратау қаласының 37 жастар тұрғыны, еш жерде жұмыс істемейтін, үйленген, бұған дейін ұрлық бабы бойынша істі болған. Қылмыстық істі сотқа дейінгі тергеп тексеру нәтижелері 7 томды құрады. Бүгін Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 8 жасар Арубай Берікті өлтіру ісі бойынша үкім жарияланды. Қылмыскер өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Прокуратураның сотталушыны өмір бойы қамау туралы талабы толық көлемде қанағаттандырылды деп хабарлайды Жамбыл облысының прокуратурасы. Алматы облысының Іле ауданындағы Еңбек ауылының балалары мектеп дәлізінде білім алып жүр. Бастысы рухани жаңғыру деп жазып қоюды ұмытпапты. Күшті жаңғырып жатырмыз, Батыс Қазақстан облысында 45 тонна бидай жанып кетті. Батыс Қазақстан облысында қойма өртенді, 45 тоннадай жаздық бидай жанып кетті деп хабарлайды облыстық төтенше жағдай департаментінің баспасөз қызметі. Өкінішті. Батыс Қазақстан облысында ресейлік азамат 29 келі киік мүйізімен ұсталды деп хабарлайды ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі. Шекаралық тексеру барысында ресейлік азамат тізгіндеген автокөліктің жүк салғышындағы жол сөмкесінен киіктің жаңадан кесілген 128 дана мүйізі табылған. Мүйіздің жалпы салмағы 28 килограмм 914 граммды құрады. Құны 242 миллион теңгеге бағаланды. Фатима Жақыпова Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министр қызметінен босатылды. Маған бәрібір босатыла ма, босана ма, жай қастары әдеп екен деп шығарып жатырмын, қарап көріңіздер. YouTube-те лайк қоюға болады, сондықтан ұмытпай осы жерде лүпілдетіңіздер. Ал мен жеке жаңалықтар парақшасының ұйымдастыруымен не жаңалық YouTube-тегі
бағдарламасын түсіруіне көп қолдау білдірген Жамбыл атындағы жастар кітапханасына рахмет айтамын. Орынтай, дұрыс айттың ғой, Жамбыл атындағы жастар кітапханасы деп аталады ғой, өте тамаша локация, бізге жер бергендігіне және осы бағдарламаны түсіруіне септігін тигізгендері үшін алғысымды білдіремін. Осында келсеңіздер болады. Назарбаев даңғылында, бұрынғы Фурманов көшесі, Назарбаев даңғылында орналасқан, Райымбек Батыр көшесімен қиылысының жанында, нақты адрес қандай? Назарбаев даңғылы 43. Біз сіздерді күтеміз. Жамбыл атындағы жастар кітапхана дегенде осындай кітаптар тұрады, бірақ бұл жерде еркін видео түсіруге болады, достарыңызбен келіп бір қызықты жайттар талқылауға болады. Өте керемет жер. Сіздермен сабақ оқуға болады бастысы. Сіздермен бірге болған мен Әлімжан Асқаров. Лайк басыңыздар. Рахмет сіздерге. Және мен сіздерді қатты жақсы көремін.